Саламатсыңдар ма? Жақсы отырыңдар. Сынуымыздың бүгіннен керегі келешегім келді. Бүгін сыныпта оқушы барлығы келеді. Бүгін жақсы. Отырау. Енді сынымызда сабақ жүргізу үшін жағында ахуал туындап келейді. Ол үшін шапқа шеберге құрағы дайындап, бәрін айналып құрағы дайындап. Құрамыз. Жақсы. Бүгінгі күндердің сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақты жақсы бағалайық. Бүгінгі сабақты қызықты өтуіне тілектесің. Бүгінгі күндерім қуанышты. Бүгінгі сабақ жақсы. Бүгінгі сабақта барлықтарына сәттілік тілеймін. Бұл сабақ қызықты және пайдалы болды. Бұл сабақта сендерге шабыт тілеймін. Бұл сабақта сендерге жақсы көңіл тілеймін. Бүгінгі сабақ әсерлі және керемет өтуіне тілектесін. Жақсы, керемет. Яғни сыныпта ахуал пайда болды, керемет. Енді сабағымызды әрі жалғастыру үшін топқа бөлінуге бұны алдарында бірінші топ әскери комиссия тобы, екінші тобы жаңа экономикалық саясат тобы бөлінді. Енді бұл топқа бөліну үшін тақтағымыз алдарында Қазақстан ұлттық құндылығы шұғатылы қазір топқа бөлінеміз. Енді қазір шеттен бастай, аяғы кек, жылдан сөзсек, санжақ топ санатылы өзге топтарына қарай бөлім отырасыздар. Бірінші топ барасыз. Бірінші топ әскери комиссия тобы. Келесі. Екінші топ бар. Келесіңіз. Журналдан сәні, екінші топ, бірінші топ көлекті, жақсы, екінші топ бар. Кымалды, жақсы, бірінші топ боларыз. Келесіңіз. Кім нағымады? Геннадий. Жақсы кім қалды? Ахмет? Жақсы. Біз Қазақстан ұлттық құндылығы жылы екі топқа бөлінген. Енді сабағымызды жүргізу үшін біз менің қолымда, немесе қолымның үстінде бағалау шкаласы назар аударыңдар. Әр сұраққа жауап берген сайын шкаланы, бағалау шкаласын бір санатқа жазасыңдар. Сонда біз сабақтың аяғында кімнің қаншақты бағалағандығын біліп, бағаны қоямыз. Ал енді сабағымызда үй тапсырмасын сұрау үшін қазір біз зымыран арқылы онdan sonra демасы yerдеген білейге, ал бәрінге маңға жазаларында біретіндегі қол көтерілген. Зымыран сұрақтар. Әскери комиссия білеміз не? Тақымдар. Аңгер, кәне? Кеңес үкіметінің азамат соғысы жылдарындағы әлеуметтік экономикалық саясат. Кеңес үкіметінің азамат соғысы жүргізген әлеуметтік экономикалық саясат. Дұрыс, жақсы, бір балл ілгері шығарыңыз. Енді сұрақ, әскери комиссия саясатының негіздерін басқа. Азық-түлік салығы енгізілді. Дұрыс. Жеке кәсіпорындар мемлекет қарамағына алынды. Дұрыс. Жалпыға бірдей еңбек міндеттемелігі енгізілді. Дұрыс. Тағы толықтыра деген. Иә? Дұрыс. Тағы не бар? Айта. Өнімде айырбас бөлу жүйесі жүзеге асырылды. Дұрыс. Тағы. Бағалау айтам дедің бе? Жақсы. Біз жаңағы әскери саясат негіздерін атадық. Енді атаған оқушылар бір бағалау шкаласын режим қойыңыздар. Келесі сұрақ. Республиканың басым бөлігінде қуаныштықпен Зарина. Дұрыс. 19
жиналған жергілікті іс-шаралар республиканың барлық бөлігінде қуаныштықпен жүк болды. Жақсы, керемет. Ашық салдарынан қайтты олар? 2 миллионға жоқ, өте дұрыс. Жақсы. Жұттың кесірінен малда қанша пайыз? Малдың 2 пайызы 80 пайыз, өте дұрыс. Келесі сұрағымыз. Ашықпен жұттың әкелері қарапсақ. Айтқан жоқ. 700 мың астам, өте дұрыс. Біздің оқушыларымыз бүгін сабаққа жақсайды келгенін көріп тұр. Ал енді мына суретке қарай назар аударайықшы. Мына суретте қандай оқиға туралы сипатталады? Кәне, көйлелерін айтыңызшы. Так, бағдәулет. Әскери коммунизм туралы сипатталған. Иә, бұл қалай дейміз? Барлық артық өнім мемлекетке жекеменшікке бір тиын да берілген. Дұрыс. Әскери коммунист саясатын ұрандар көріп келген, ұрандар рас өте жақсы. Қандай болып тұрады екен? Бар ма ажар? Айтар ойың бар ма? Қандай бар екен? Қандай болып тұрмыз? Армия. Бұл суретте барлық наразылығын білдіріп, яғни ашаршылықтан қиналғаннан кейін көтеріліске шықты. Бұл жерде ашықтан қиналғаннан кейін барлық адам көтеріліске шықты. Ama kaçtan öz narsızlarını bildiriyorlar, öldürüyorlar. Sonra cevap göre bunu biz erkek polis secdesiyle en yakayda masumiyeti ölçülüde bulunduğuna sonra ne söylüyorlar? Askeri polis secdesiyle söylüyorlar. Doğru. Gelecek. Жақсы. Көзенде суретте орташа сипаттама алды. Енді бейнебаянда назар аударайықшы бәріміз. Енді бейнебаянды бәрін мұқият көреміз, тыңдаймыз, сосын қандай оқиға туралы айтқандарыңды айтасыңдар. Әскери коммунизм Кеңес мемлекетінің азамат соғысы жылдарындағы әлеуметтік экономикалық саясаты. Әскери коммунизм саясатының негізгі мақсаты барлық күштер мен ресурстарды қорғанысқа жұмылдыру, әскерді қажетті нәрселермен қамтамасыз ету болды. Әскери коммунизм саясатының белгілері азық-түлік салаларды енгізілді. Жеке кәсіпорындар мемлекет қарамағына алынды. Өндірістік тауарлар мен астық саудасына мемлекеттік монополия орнатылды. Өнімді айырбас бөлу жүйесі жүзеге асырылды. Жалпыға бірдей еңбек міндеттемелері енгізілді. Басқару ісін бір орталыққа бағындыру. бір 1921 жылы наурызда Ресей коммунистік большевиктер партиясының 10-шы съезінде жаңа экономикалық саясатқа бағытталу туралы шешім қабылданды. Жаңа экономикалық саясаттың негізгі мақсаты қираған шаруашылықты қалпына келтіру. Жаңа экономикалық саясаттың артықшылықтары: азық-түлік салығын енгізу, жерді жалға беру, жалдамалы еңбекті пайдалану, тұтынушылар кооперациясын құру, еңбек міндеттемелерін жою, шағын кәсіпорындарды жалға беру. Жақсы, бейнебаянды көрдік, осы бейнебаяннан не түсіндік? Не тұрады? Ол көтіріп айтамыз, иә? Айтпасқа? Бұл бейнеде әскери коммунизм туралы айтылады. Әскери коммунизмде қызыл әскерді Мақсаты қызыл әскерді жоқ мәселелермен қамтамасыз ету. Бір орталықта шоғырландыру. Әскери коммунизмде азық-түлік салалары енгізілді. Кәсіпорындар мемлекеттің қарамағына алынды. Ақшылық жалақының орнына карточкалық пайыз берілді. Жаңа экономикалық саясаттың жас ел келесі оқып жетеді. Сендер кім?
Bağlayıcı ya. жаңа экономикалық саясатта азық-түлік салығы енгізілді. Дұрыс, бұл жаңағы анау әсіресе біздің ерекшелігі жаңа саясаты. мақсаты Жеті жылға дейін Иә, дұрыс. жеке саудаға, жекеменшік кәсіпорындарға рұқсат берілді. Дұрыс. Жылға жалпы бірдей еңбеккерлерге ашылды. Жойылды. Мемлекеттік кәсіпорындар шаруашылық есеп жүйесіне көшірілді. Дұрыс, керемет, жақсы. Тағы да тоқталсаңыз бар ма тағы не? Бар ма? Отыр ғой. Ал. жаңа экономикалық саясаттың мақсаты қираған шаруашылықты қайта орнына келтіру. Дұрыс, жаңа қайран қалған. Сөйтіп ол жаңа саясатта ол қайран шаруашылықта қалпына келтіріп жатыр, иә? Сол үшін не істеді ең бірінші? Айтып ма? Ең бірінші не енгізді? Салықтың орнына салық енгізді. Дұрыс, дұрыс. Тағы бар ма нәрсе? Тоқталыңыздар. Жақсы, біз бұл бейнебаянды көру арқылы яғни әскери төмен саясатынан жаңа экономикалық саясатқа көшу екендігін соны азық-түлік салығынан азық-түлік салығына көшуге дұрыс, жақсы. Сонымен біз бүгінгі сабағымыз әскери төмен саясатын жаңа экономикалық саясатқа көшу дегенде салықтарға көшу деген дұрыс. Енді біздің сабағымыздың мақсаты 20-шы ғасырдың 20-30 жылдардағы әкімшілік жүйе саясатының зардаптарын талдау. Деректер мен дәйектерді салыстыру арқылы жаңа экономикалық саясаттың нәтижесінде орын алған өзгерістерді талдау. Біз әскери төмен саясатынан жаңа экономикалық саясатқа көштік. Енді сабақтың мақсатына жаңа айтып түсіндірдім. Енді осы мақсатқа жету үшін не істеуіміз керек? Біз бірінші тапсырмаларды орындауымыз керек. Топтық, жұптық, жеке жұмыс тапсырмаларды орындаймыз. Ал енді бірінші тапсырмаға көшейік. Жаңа айттық, бірінші тобымыз әскери төмен саясат тобы. Назар аударсаңыздар, бірінші тарихи жазу әдісі арқылы бүгін мәтінді оқу арқылы нақты тапсырмаларды орындаймыз. Яғни бірінші топқа әскери төмен саясатының мақсаты, міндеті және 20-21 жылдардағы ашаршылықпен шаруа көтерушілікті сипаттау. Бірінші топтегі мына жерге аластар жердің ескертпелерге не орындау керектігі жазылған. Бұл бақылау бойынша жұмыс жасайсыздар. Сіздерге жаңа экономикалық саясатқа көшу және Қазақстанда жаңа экономикалық саясаттың мәнін сипаттау. Сіздер постер қорғайсыздар. Сіздерге 10 минут уақыт беремін. 10 минут уақыттың ішінде қорғап ескертпелеріміз тұр. Ескертпелер арқылы осы бірінші топтық жұмысты жұмыс жасаймыз. Уақыттарыңыз кетті. Мен алдарыңызда 5 минут болады, 2 минут алып 10 минут болады. Уақыттарыңыз кетті. Топты жұмыстан ақылдасыңдар. Топты жұмыс жасаймыз. Жақсы. Қатты отырыңыз,
Olay kaldı. Bırak, oraya. Doğru söylüyorsun. Biz tarihte cihazı ayetler falan gerektiğini yumuşatamadık. Hiçbir bilgi muhtarım var. Toplayıcı müstevalarının biraz kaynalarımızda burası toplayıcılar ve ahbaptan aysan taraflarım var. Oğlanların ağlarında komun oldu. Oğlanın bu aspa. Hatta aklımda sır varında vakfı. Yani aklımda var. Yaxşı, aspa. Ana da koşuyor. Olsa çok yeni koyunlar. Çok koyunlara geliyor. Benim alayım. Vakti 20 yıllar. Anayı koyuyorlar. Aynı şuraya. Aynı bu kadar. Yaptı. Ve o kadar gelirsin. Al. Askeri İslam'ın sayısında disiplinli sahnenin tamamı Allah'ın sanıyorlarımız. Kındayımız. Zorlu. Yetki kana birinci top. Sahtanızın da yedi. Ekonomik siyasatın artışlığı
Ya, qanday ekan? Azık-түлік салығы енгізілді. Ерте жылға беру мен жылға алуға жасамалы негізде қолдануға рұқсат етілді. Ya, Екіншісі жүйесінің әлсіз тұсы ne oldu ekan? Осы 18 адамдағы уәделерді бірақ уәделерінде тұралмады. Söz iş yüzüyoruz, söz yüzüyor orulmadı. Ya, үшіншісі жүйесінің мүмкіндігі жаңа жеткенім жаңа екенін saydı. Ya, Тоқырылден кәсіп орындарының 60%-дан астамы іске қосылды. al bu vakit eskiden saydıklarını ne yaptın yeter? Bahar katıldı, tümleri cevap bulamadım. Yedi, onun 6%'ı yarın eski olsunlar. Olsun. Егістің жер көлемі бөлігі жатылмай қалған ғой. Егіс оның көлемі бұрынғы қалпына келді. Соғысқа дейінгі ол көлемі 3 миллион гектар құраған ғой. Жақсы. Енді мына екінші жаңа тобы жаңа өз тапсырмасын орындады. 3 сұрақ бардым. 3 сұрақ жауап берді. Енді мына топ бұған баға бермеш кәне. Не айтады екен? Өз тобын қалай қорғады? Бар ма айтады? Аңыз. Бұл топ өте керемет, барлығын ашық жеткізе алды. Біздің көңіліміз толды. Болды. Өйткені үш сұраққа да қол жауап берді деп ойлайсың ғой, иә? Жақсы. Сіздер отыра қойыңыз. Жақсы. Енді мына топтың оқушылары қалғанын тыңдаймыз. Яғни бұл әскери коммунизм саясаты туралы. Әскери коммунизм саясатының мақсаты. Сұрағым, бірінші сұрақ. Айтыңыз. Оның тікелей міндеті өндірісті бөлуді орталықтандыру. Иә. Азамат соғысы мен әскери коммунизм саясатының салдары. Салдар не болды? Азамат соғысы мен әскери коммунизм көрінісі азық-түлік. Тыңдап отырмыз ба? Мына топ тыңдап отырмыз ба? Қазір кеңірек бересіздерге. Азық-түлік салғырда болған екінші жаппай жұтқа кесірінен малдың 80% қырылып қалды. Салдарынан, иә? Дұрыс. Ашаршылық салдарынан ашаршылық зардап шеккен облыстардың жағдайын жеңілдету мақсатында олардың міндетті азық-түлік салығында алынып тасталды. Сұрақ қандай еді? Жауап беру. Айтыңыз. Ашаршылық зардап шеккен облыстардың жағдайын жеңілдету мақсатында олардың міндетті азық-түлік салығында алынып тасталды. Ол жаңа экономикалық саясаттың несі? Қателеспексіз. Бұл енді сұрақ қайталап өтеді. Сұрақта былай дейді, ашаршылық салдарынан шаруалардың қаржы көтерілді. Осы ашаршылық салдарынан қаншадан қайтыс болды? Соны айтып берейік. Сосын кейін әрі қарай шаруалар көтеріліске шықты ма? Осы халық наразылығын көтеріліске шықты. Көтеріліске қанша адамға дейін шықты? 30 мыңға дейін адамға шықты. Осы мысалы енді Қазақстанның қай облыстарында көтеріліс болды? Мысалы, сонда Қазақстан көтерілісінде болатын еді. Жақсы. Енді алғашқы әскери саясат тобы жауап берді. Осы топқа айтатындарыңыз. Кері байланыс береміз. Бұл топтың сұрақтағы жауап бергендері екі сұрағы жақсы болса, Мен шықпады, иә? Өйткені ашаршылық туралы яғни жаңағы көтеріліс туралы айтпады. Дұрыс деген. Оның тағы қосатындар бар ма? Жақсы. Оны түсіндім. Дұрыс картаға көрсеткен. Ана алда картаға көрсеткен. Ана қояу. Картадан көрсеткен. Қай жерлерде көтеріліс болса картадан көрсеткен. Қазақстанның қай аймақтарда? Қостанай облысы дұрыс. Ақтөбе облысында ол шекара көрсетті, иә. Сосын солтүстік қазақстан облысы дұрыс. Сосын шығыс қазақстанда болды. Жетісуда болса не болды? Көтеріліс болды. Көтеріліс саны қаншаға дейін жеткізді? Көтеріліс адамдар саны 30 мың, топ айтасыңдар.
жақсы. Жақсы отыра қойыңдар. Енді бағалаушы жастан мына топқа 2 балл қоясың. Өйткені үшінші сұраққа толық жауап бермеді, ал мына топқа 3 шкалада жаңа жауап берген оқушылар 3 балл жастарды бағалаушы қалады. Жақсы, керемет. Мына топтың артынан жаңағы аспау керек болып тұрды. Енді біз бірінші топ бойынша топтық жұмысын жасадық. Енді біз әрі қарай мақсатты ашып жұмыс жасаймыз. Енді екінші тапсырмаға көшіп жатырмыз. Бізде цифрлы кітап әдісі арқылы әр топқа сұрақтар қойып, сол сұрақтарға жауап береміз. Енді сұрағымызға көшеміз. Цифрлы кітаптар әдісі. Ал енді жаңа бірінші топтың оқушылары бірден бастап 5 сұрақ қояды. Өзі сыныбымызда 10 оқушы оларға дайындалған. Енді 6-дан бастап 10-ға дейін сұрақ қояды. Бірінші сенен бастайық. Аярудан бастайық. Әскери экономияның ұраны не болды? Аяр. Артық өнім мемлекетке жекеменшікке тәуелді. Ал жауап жасауды көрейік. Барлық артық мемлекетке жекеменшікке бір тәуелді. Өте дұрыс. Бағалаушылардың бір екінші Ахмет. Неге? Мемлекет қарамағына алынуы. Жомадың ұрайын дұрыс екен. Бағалаушы қаласын аламыз, жастамыз. Цифрлы кітаптар арқылы жауап беріп отырмыз. Не берді? Не себепті кашкалық берді? Жаңа коммуналдық қызметке, түрлі қызметкерлерге жалақы орнына не беріп отыр? Кашкалық бұл жауабын дәріс көріп кетіп сөйлейді. Коммуналдық транспорт үшін, тағы басқа жұмыстар үшін ақша жалақының орнына не беріп отыр? Кашкалық берді. Жауабын дұрыс, өте. Дұрыс ба? Келесі, Зарина. Не болды ауыл салдары? Бұл қай сәтті кезінде болады? Әскер көрейік, өте дұрыс. Әскер көрейік дұрыс келеді, біз жауабын көрейік. Сен жауабың не болды? Дұрыс. Бағалаушылардың жұмыстамыз. Келесі, Айя. 2 миллионға жуығы Қазақстан бойынша. Ақшасы қайсында болды? 1922 жылдарында. 2 миллионға жуығы. Жауап көрсеткен. Келесі, Айва. Мемлекеттің салдарынан бір жыл ішінде келмеген мал саны 10,5 миллион болды. Бұл қай сәтті келген болады? Әскери комитетке белгілі болып отыр. Сол саясат құрылысы салдарынан малдың басы кеміде. Жауабын көрейік. Мал саны 10,5 миллионға кеміде. Көптеген отырамыз. Давамыз. Бағалаушы қаласын жүрістамыз. Келесіңдер. Бағалау. Қаладағы аштық мақаласының авторы кім? Тұрар Рысқұлов. Қаладағы аштық мақаласының жаңа ашырда осы мақаланың қазір дұрыс деген. Келесі сұрақты көрейік. Қазақ ағысында пайда болған ауыл түрлері. Пайда болған ауыл үш тізегі
қысқа оба. Ол қай деңгейде болды? Жұмсай кезеңдерде. Несеп тұрып жатыр? Осы айтатын дұрыс жүрмеу салдарынан аштыққа ұшырап жатыр. Сол себепті осындай аурулар пайда болып жатыр екен. Үш жүзегі оба. Дұрыс екен. Жақсы жасаған. Бағалау ұшырағасын бірінші ұшырағымыз. Ашаршылыққа ұшырағандарға көмектескен халықаралық ұйымдарда ағылшын қоғамы, Америка ағылшын достар қоғамы, Рим папасының көмегі, Қызыл крест. Қызыл крест қоғамы, осындай қоғамда Қазақстанда ашық кезеңге балан көмек жіберген екен. Ал мұның жауапкершілікті бөлгей Америкалық көмек әкімшілігі, ағылшын Америкалық достар қоғамы, Рим папасының көмегі, Қызыл крест қоғамы осындай Қазақстанға жәрдем берген екен. Bir şaban çizgiye soğumuzda bir kadar değil. Mal jinalı ұйымдастыру және талап тапқан аудандарга таратуу үшін құрылған комитет Түркістан комитеті. Дұрыс. Түркістан комитеті жалпы халық аштан қырылып жатқан кезінде осындай комитеттер құрып, жұртқа халыққа көмегін берген екен. Ал бір kadar жауап көрсетті Рәсули. Түркістан комитеттері деген. Бәріміз жаңағы жауап бергеннің оқушылардың барлығын бір-бір бағалаушылар жүрсіңіздер ме? Жақсы. Енді біз жубайыз арқылы үшінші сапына көшеміз. Жубайызға. Яғни, екеуін бір жұрт болмаса әскери администрация туралы. Арасында екеуін бір жұрт болмаса жаңа демократия туралы атасында. Sen екеуің. Жаңа демократия айтып, sen үшеуің жұрт болып атып болады. Şu tarafı şunu çözeyim. Şu var burada. Şundan da tam. Ne var ya? Ya, gözüm bu savağımın boyunca aslında belli var. Olganların, konumuz koyuyor, bol bir ayetler oldu. Oldu. Fazla yer var. Terus kan? Saya tahu, langsung baik ini. Serap apa? Karena ekonomi kelas hayatda азық-түлік салығы енгізілді. Жеке саудаға еңбек кәсіпорындарға құруға рұқсат берілді. Жалпыға бірге еңбек министрлігі жойылды. Мемлекеттік кәсіпорындар шаруашылықпен есеп жүйесіне көшірілді. Дұрыс, жаңа айтқан саясаттың белгілері жақсы, дұрыс. Мына топта қайсысы бірінші басында? Айта ғой. Қысқа. Азық-түлік саудада енгізілді. Ақшалай жалақының орнына карточкалық проект берілді. Өнімді айырбас бөлу жүйесі жүзеге асырылды. Жалпыға бірдей еңбек міндеттемелері енгізілді. Жақсы. Келесі. Жаңа экономикалық саясат азық-түлік салығы енгізілді. Ең бастысы, жерді жалға беруге рұқсат етілді. Жеке саудаға жекеменшік кәсіпорын құруға рұқсат берілді. Мына топтың не қалған екінші.
әскери коммунизм азық-түлік салығы енгізілді, жеке кәсіпорындар қорлығына алынды, өнімде айырбас бөлу жүйесі жүзеге асырылды. Қандай бұл жер Ақшалай жақсы. Bir bağlaşma risk boyunca varlıkların en kurtuluk boyunca ama bu sohbetimden yerinde gerek tasma kurulur mu? Yer gerek bir tutaklara, o sakat hizmet olan tarafı bir tutakların bildiğim bunu taraf ettiğimiz yer varlıkların sosyalarında alında Sakın toplumlarsa siz uçak verdiğin, 10 uçak verdiğin, uçak verdiğin okuşda ben bağlayan çocuklar. Uçaklarına oylan, çıkanlar cevap vereyim. Benim aşık var, benim aşık durma, barışlarında uçaklarına konan ayarı paylaşılan yok. Bana Candos 10% cevap verdi. Aymar kaç tarafta yolculuk aldı geldi. Bağdavri 30 tarafta cevap verdi. Bu tarafların içinde canı bugün de askeri yolun sayılarda Canan Eynan'ın sayısını tarafta verdi. Natural da tarafları aldı geçenlerden yine Aymar 7 tarafta cevap verdi. Odan artık o kadar geçen Bağdavri Sizin kontrol noktaları, doğru. Odan ilk doğrunda 80%'ın ayıra giderler, 6%'ın Bağdavri, 7%'ın ayarı, 90%'ın ayıma, 80%'ın ayarı, yapraklar, bakın bir sırada olsun, tutulmada, başkan bir sırada, 8 sırada, bir anı, en iyi duymasını cevap verelim, iyi duymasını. Bu hayatın bir sürü sırak, bunun sırak, bir sürü sıraklara, sırakların içinde yaşta sıraklar var, o sıraklarda benim okuşlarımız Candos 90%, mesela Başkan 90% sırak mesela 100% çıkanlar var mı? Bağdavri 100%, Zayna 100%, Aymar 100%, Anyar 100%, 80%, bütçeğimiz generasyonu kaldı. Generasyonu 90%'de, 7'den son sıraklarda çeşitliğine bayransızlar. Olsa ders görüyoruz. 100% bizim 10 okuşumuzun ilk okuşu 90% altta kalan 8 okuşu 100% altta. Bunda bugünkü sırakta biz tamam konuşsun деген ойда büyüklerin sıraklardan 90%'da cevap verirler. Yerinde hoppa. Yerinde bütün sırakların verdik. Yerinde ilk sıraklarına tuş cevap verildi. Жақсы yerinde biz bağlamış kalasın. Kimde 10 baladan okuşlarınız var mı? Bağlamış kalasın 10, 9. Biraz kaça? 9. Yalnız 9. Zayıf şey. 9. 9. 10. 10 alan işi oldu. 10 alan. EQ, Q2. Sonunda
Al 8 baladan okuşuyor mu? Var mı 8 bala? Yok olsa onda bugünkü bağlamışlar boyunca ayttıklarım mı? Bağlamışlar boyunca ben bağlamadım boyunca. Siz dediniz. Bağlamışlar boyunca Mart'tan 19'a kadar o qanday bağlandı? O men to'g'ri 5 degan bor. Unda bugünkü bizning savolimiz o'zi yaxshi, o'z shuna yetmaydi, yetganda o'qishlarimiz barlar, o'quvchilar zo'r bozorda bor. O'z aytgan o'qishlarimiz barligini biz baravar 5 degan bor qo'yamiz. 10 men to'g'ri 5 bo'ladi. Al endi kevaylashmaydi. Bugungi savolimizni tushundikmi? So'roqlarim bormi? So'roq qo'ygan va aldarimda so'roqdir. O'sha baylanishda kevaylashmaydi. So'roqlarim bor deganda tushungiz qo'yinglar. So'roq mutlaq bo'lganda qo'yilgan bo'ladi. Ona o'sharoq ham yarq degan so'z bo'ladi. Ayvar tushungan ekan. Başkan da tushungan ekan. Ya. Böyle. Tamam da oldu sıkıntı. So'roqlarim bo'lsa, onda so'roqlar bilan aytlarım var. Bo'ladi. Keyin yerga qarab dayan so'roq tushunib bo'lgan gapda. Aylar. Tam yankı dediğimizi sündürmeyi söylüyoruz. Bu yüzden okuyucu büyülür. Zarina. Algi. Yaxshi, tez o'qishi barcha sun degan so'zni sevaylashib beryapti. Yerda sizlarning o'zi dilsiz so'roqlar orqali sukundirimda bir bayqab so'roq qo'yguningcha, bu dilsiz so'roq bo'lsin. O'zi asomat askariy asomat to'qson shayxon sakka qo'shilgan tartibni o'tib, endi askariy komissiya qaysidir ham deydi. Yılmaz işçiler arada ya, bunu da 18 yılmaz işçiler arada. Durun, yapsa. Al endi, janayganımda al aygan. Aralığında da hamdili, ekonomik yapsa. Endi, janayganımda sağlıksa, janayganımda sayısatda artışın ne deyin? Al bakıyoruz, ne bakıyoruz bu işi? Azık türlü sallığa yüzümüzde. O altında sayısat kandı eder? Azık türlü sallıkta yüzümüzde. Salgıtın uğruna azıcık salgıtın aymaşın ne ekan? Алар 95% алып отурса, анау 5%. Salgıt 5%dan aldı. Şartların жағдайын жақсаруына шағын екенін қайта өз әсерін тигізді. Жақсы. Кім? Ахмет. Осы көтеріліске қанша наразы шаруаларға қанша мағана қатысты? 30 мыңға жуық адам осы көтеріліске наразылықтарын білдіріп қатысты. Осы оқиғалар қандай болғанын біледі? Басқа. Зарина. Неге байланысты? Қандай саясатқа байланысты? Жексіз наразылыққа шығады. Әскери көңіл саясатына байланысты, иә? Жақсы. Енді біздің бір сабақ түсінгендерін белгілі өтіп, үйге тапсырма әскери көңіл саясатынан жаңа экономикалық саясатқа көшу керек. Жақсы оқығандарыңызға рахмет, жұмыстар аяқталды. Жақсы. Барамыз. Sabah аяқталды. Жақсы. Бірдеңе деп жатыр апай. Жоқ, дұрыс.
Chapter? Chapter. Iya.